Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Бүгінгі пәніміз саяхаттану. Тақырыбы экскурсоводтың сөйлеу мәнері. Сабағымыздың түрі жаңа білімді бекіту. Сабақтың мақсаттары: білімділігі жаңа тақырыпты түсіндіру, тақырыпқа байланысты жаңа сөздерді жазу. Дамытушылығы: жаңа тақырыпқа деген қызығушылығын арттыру, білімгерлердің экскурсоводтың сөйлеу мәнерін меңгеру. Тәрбиелігі: пәнге деген сүйіспеншілікті қалыптастыру, мәдени және мәдениетті сөйлеуді үйрету. Экскурсиялық тақырыпты қабылдау дыбыстық және бейнелеу бойынша құрылады. Дыбыстық қабылдаудың қайнар көзі экскурсоводтың сөзі болып табылады. Экскурсовод экскурсанттармен араласу барысында мынандай тұлға болуы керек: ақпарат беруші, топқа білім береді. Түсіндіруші, экскурсиялық объектіні бақылау және әңгімелеу барысында түсіндіріп өтуі керек. Сұхбаттасушы, экскурсанттар сұрақтар қойған жағдайда сұрақ қою арқылы экскурсоводты әңгімеге тартады. Кеңесші, экскурсияны әңгімелеу барысында экскурсовод ақыл айту керек. Мысалы, мемориалдық ескерткіштерді әңгімелеу барысында осы тұлғаға ұқсауға тырысыңдар деп, немесе өндірістік кәсіпорындарға экскурсия жасау барысында жұмысшылардың еңбегін құрметтеңдер деп кеңес беруі мүмкін. Бұл бізде кеңесшіге жатады. Қайталап айтамын, кеңесші экскурсияны әңгімелеу барысында экскурсовод ақыл айту керек. Экскурсовод экскурсия әңгімелеу кезінде екі форма қолданады. Бірінші форма ішкі сөйлеу, екінші форма сыртқы сөйлеу болып табылады. Ішкі сөйлеу дегеніміз не? Ішкі сөйлеу аудиторияға хабарланатын ойды алдын ала қалыптастыратын ішкі сөйлеу. Екінші формасы сыртқы сөйлеу. Сыртқы сөйлеу объектілер туралы ақпарат беру болып табылады. Мінекей, экскурсовод экскурсия кезінде екі формаларды да қолданады. Бірақ сыртқы сөйлеу ішкі сөйлеуге қарағанда басымырақ қолданылады. Ал экскурсанттар экскурсоводтың хабарламасын қабылдай отырып ішкі сөйлеуді көбірек қолданады. Себебі бұл қабылданған білімдерді түсінуге және есте сақтауға көмектеседі. Қайталап өтеміз. Экскурсанттар экскурсоводтың хабарламасын қабылдай отырып ішкі сөйлеуді көбірек қолданады. Бұл қабылдаған білімдерді түсінуге және есте сақтауға үлкен үлесін қосады. Келесі бізде сөйлеу стилі. Сөйлеу стилі бұл сөйлеудің әр түрлілігі. Мысалы, тұрмыстық тіл ресми тілден ерекшеленеді, ал ғылыми тіл педагогтардың сөйлеу тілінен ерекшеленеді. Сол секілді экскурсоводтың сөйлеуі қарапайым тілден, ғылыми тілден, іскерлік тілден ерекшеленеді. Көбірек әдеби, тілдесу тіліне ұқсас келеді. Экскурсоводтың сөйлеуінде стандартты сөз және сөйлемдер қолданбау керек. Мысалы айтқанда,
осылай айтқанда, осылай, қысқаша айтқанда деген сөз тіркестерін қолдануға тыйым салынған. Қайталап айтамын, экскурсоводтың сөйлеуінде стандартты сөз және сөйлемдер қолданбауы керек. Осылай айтқанда, осылай, осылайша, қысқаша айтқанда деген сөз тіркестерін қолдануға мүлдем болмайды. Мәдени сөйлеу сөз байлыққа сипатталған. Экскурсия жүргізушінің сөйлеу темпі мен ритмі әңгіменің мазмұнына байланысты болып келеді. Олар экскурсия кезінде өзгереді, бәсеңдейді немесе жылдамдайды. Сөйлеу темптері тез, орташа, баяу, ақырындап өзгертетін және үзілмелі болып бөлінеді. Қайталап айтамын, сөйлеу темптері тез, орташа, баяу, ақырындап өзгеретін және үзілмейтін болып бөлінеді. Есімізге сақтап аламыз. Сөйлеу темпі 5-ке бөлінеді. Тез, орташа, баяу, ақырындап және үзілмелі болып бөлінеді. Сөз темпі. Сөйлеу темпі әңгіменің мазмұнының тыңдаушыға әсерлі тигізуші тиіс. Экскурсияда сөйлеудің темпі тез темп минутына 75 сөз сөйлеу, орташа темп минутына 60 сөз сөйлеу, асықпайтын темп минутына 45 сөз сөйлеу болып табылады. Қайталаймыз, экскурсияда сөйлеу темпі 3-ке бөлінеді. Тез, орташа, асықпай. Көріп отырғандарыңыздай, тез темп минутына 75 сөз қолданылады, орташа темпте минутына 60 сөз қолданылады, асықпай сөйлеген жағдайда минутына 45 сөз қолданылуы тиіс. Экскурсиядағы үзіліссіз, тез және экскурсия барысында бір қалыпты темпті экскурсанттар қабылдамайды. Экскурсоводта жақсы дикция болған жөн. Экскурсия жүргізушісі жақсы дикция бұрындардың, сөздің және сөйлемнің нақты түсінікті айтылуы. Жақсы дикция буындардың, сөздің және сөйлемнің нақты түсінікті айтылуы болып табылады. Сөйлеудің кемшілігіне сөз жұрнағы ағына дейін айтылмауы. Бұл бір. Сөздің бәсен болуы. Бұл 2. Сөздің бір қалыпты болуы. Бұл 3. Мінекей сөйлеудің кемшіліктеріне жататын сөз жұрнағы ағына дейін айтылмауы, сөздің бәсен болуы және сөздің бір қалыпты, баяу, бір темпте болуы. Экскурсиядағы үзіліссіз тез және экскурсия барысында бір қалыпты темпті экскурсанттар қабылдай алмайды дегеніміз осы. Сөйлеу мәдениеті, сөйлеу мәдениетінде сөздің шеберлігі, грамматикалық тіркестердің көп қолданылуы, сөйлеудің нақтылығы. Экскурсовод сөйлеу мәнерін техникалық сөйлеуді меңгергеннен кейін ғана үйренеді. Яғни техникалық мәнер. Оның ішіне нені жатқызамыз біз? Тыныс, дауысы, дикциясы. Мінекей техникалық мәнерге біз тынысын экскурсоводтың, дауысын экскурсоводтың және де экскурсовод дикциясын біз жатқызамыз. Экскурсовод барлық екпіндер түрлерін білген абзал. Төменде екпін түрлерін қарастырамыз. Екпін түрлері: сөзге түсетін екпін, аяғында немесе басында, сөйлемдегі екпін, логикалық екпін,
бір сөзі немесе сөйлемді ерекшелеу барысында дауысының тонымен көтереді. Экскурсияда сөйлеу барысында логикалық екпін көп қолданылады. Мінекей, экскурсоводтың сөйлеу мәдениеті дегеніміз осы. Үйге тапсырма. Сөйлеу мәдениеті. Осы сөйлеу мәдениетіндегі екпін түрі логикалық екпін. Осы логикалық екпінге сипаттама беру. Логикалық екпін сөйлеу барысында ең маңызды сәті ерекшелеу барысында қолданылады. Бұндай екпін үш түрге бөлінеді. Біріншісі, экскурсанттардың назарын аударатындай екпін болу қажет. Екі, оларды ойластыратындай екпін. Үшінші, бір шешімге келтіретін екпін болып үш түрге бөлінеді. Үй тапсырмасы түсінікті деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.